Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге алғаш рет ораза ұстаушыларға арналған кеңестермен бөлісетін боламын. Жалпы Рамазан айында мұсылмандар тек ауыз бекітіп, тарауих намазы, Құранды хатім ету және де басқа да құлшылықтарын күшейтіп қана қоймай, адамзат баласын азғындықтан сақтап қалған қасиетті Құран түскен қасиетті айға деген ерекше құрмет ретінде айналадағы мұқтаж жандарға қарайласып, араздасқан жақындарымен татуласып, туыс бауырмен қарым-қатынасын нығайта түсіп, біреуді ғайбаттау немесе арамдық ойлау сынды барша жамандық атаулыдан аулақ болуға барынша тырысады. Егер сіздердің араларыңызда биыл алғаш рет ауыз бекітіп ораза тұтқан жандар болса, асыл арна ұсынған келесі кеңестермен бөлісейін. Біріншіден, сіз ораза ұстайтын жалғыз адам емессіз. Бұл оразаны сізге дейін де миллион адам ұстаған, және Алла қаласа сізден кейін де қаншама адам жалғастырады. Және олардың бәрі де бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеп, өзгелермен қарым-қатынасын, мінезін түзеп алса, енді бірі білім деңгейін жетілдіріп, рухани қуат азық алды. Сонымен бірге, ораза бір ай бойы аш жүру деген сөз емес. Бар болғаны сіз күндіз ішетін тамақтарыңызды енді түнде ішетін боласыз. Екіншіден, Алла тағала хадисте: адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған оразасы мен үшін. Оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішімдіктерден және жыныстық қатынастан бас тартты дейді. Олай болса, оразаның құндылықтары, Алла алдындағы дәрежесі туралы толығырақ білуге асығыңыз. Оны жиі еске алыңыз. Бұл сіздің оразаға деген құлшынысыңызды арттырады. Биыл ұстамай-ақ қояйын, келесі жыл бар ғой деген секілді ой келсе, қуылған шайтаннан Аллаға сиыныңыз. Себебі адамды құлшылықтан тосу, азғыру, лағнеті шайтанның ісі екенін ұмытпаңыз. Үшіншіден, ай шыдай алмай мынау деген ой маза бермей жатыр ма? Ғалымдар адамның қарнында өз денесін 2 тәулік бойы алып жүруге жеткілікті деңгейде тамақ болатындығын дәлелдеген. Осы тұста онда неге адамның қарны ашады деген заңды сұрақ туады. Расында да, неге? Адам баласы белгілі деңгейде бір уақытта жүйелі түрде тамақтанып үйреніп қалғандықтан, қарны аш болмаса да асқазанына сөл бөлініп, ол миға қарнының ашқандығы туралы жалған ақпарат береді екен. Демек, адам ашығып бара жатқандығынан емес, ең әуелі жүйелі келетін тамақтың келмей қалғандығынан қиналады екен. Ең бастысы, тамақ ішуім керек еді деген ой аштыққа шыдатпайды екен. Есіңізде болсын, Алла тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Төртіншіден, ораза тұтпауға өзіңді алдап, түрлі себеппен сылтау тауып алу оп-оңай. Мысалы, кешке дейін жұмыста отырамын, аш болсам басым істемей қалады деген секілді сылтаулар өте көп. Кофе ішіп, маңдайыңыз шіпсіп отырғанда да сіздің басыңыз істемей қалатын уақыттар болады. 10 сағат ұйықтап тұрсаң да миың мең-зең болып жүретін кездер де болады. Адам баласының сылтауы бітпейді. Ал келесі оразаға аман-есен жетеміз бе, жоқ па, оны Алла біледі. Бесіншіден, бірнеше жыл бойы Рамазан оразасын ұстап жүрген білімді, салиқалы кісілермен сұхбат құрыңыз, кеңес сұраңыз. Тіпті оразаны алғаш рет ұстап жатқан адамдармен де пікір алысқаныңыз дұрыс. Алтыншыдан, сенімді кітаптардан оразаны дұрыс тұтудың жолдарымен танысыңыз. Мешіт имамына барып кеңес сұраңыз. Жетіншіден, нашар әдеттеріңізді тастауға бел буыңыз. Ғайбат, өсек-өтірік айту секілді нашар қасиеттерді біртіндеп жеңуге тырысыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ораза кезінде кім өтірік айтуын және өтірікті амалға асыруын тоқтатпайтын болса, ондай адамның тамағы мен сусынынан бас тартқанының Алла үшін қажеті жоқ деген. Сендерден біреу ораза болған күні жаман сөздер айтпасын, дауыс көтермесін. Ал егер біреу оны балағаттаса, немесе төбелескісі келсе, ондайға расында мен оразамын деп жауап берсін делінген.
Сегізіншіден, күн тәртібіңізді біртіндеп өзгерте бастаңыз. Себебі бұл айда күн тәртібіңіз күрт өзгереді. Тамақты басқа уақытта ішіп, ерте оянасыз. Асқазаныңызды таңертең едәуір тамақ жеуге үйретіңіз. Ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Бұрын-соңды дүниелік шаруаларыңыз көп болса, рухани жаттығуларға орын босату керек болады. Теледидар мен ғаламторда отырудың сүйушілерден болсаңыз, осы бастан оған шекара қоя біліңіз. Сонымен қатар, ауру сырқатыңыз болса, дәрігерге қаралыңыз, қажетті ем-домды қабылдаңыз. Алла тағала бекіткен құлшылықтар адам баласына қиындық тудыруды мақсат етпейді. Оразаның денсаулығыңызға орын толтыра алмастай зарар тигізбейтініне көз жеткізіңіз. Ал егер айтарлықтай қауіп жоқ болса, Аллаға тәуекел етіңіз. Бәлкім осы құлшылығыңыз сырқаттан айығуыңызға себеп болар. 10-шы кеңес. Егер сіз темекі шегетін болсаңыз, Рамазан бұл әдепсіздіктен арылуға көмектесетін ұлы мүмкіндік. Осы бастан әрекет жасаңыз. Үнемі сағыз шайнаушылардан болсаңыз, мұныңызды да жайына қалдырғаныңыз абзал. Және де намазыңызға бекем болыңыз. Нәпіл намаздарыңызды, түнгі намаздарыңызды жиілете бастаңыз. Әлі де 5 уақыт намазды толықтыра алмай жүрсеңіз, сауаптары еселенетін Рамазаннан кейінге қалдырмаңыз. Сонда сіз намазыңызбен, оразаңызбен Аллаға жақындап, көл-көсір сауапқа кенелесіз. 13-ші кеңес. Күн сайын Құранды қолға алыңыз. Неге осы сауабы мол айда Құранды үйренбеске? Асыл арна телеарнасы ұсынатын жаңа жоба сізге 20 күннің ішінде Құран оқып үйренуге мүмкіндік береді. Әрбір әрпі үшін 10 сауап берілетін, сауаптары еселенетін ұлы кітапты оқу расында керемет сезім емес пе? Сонымен қатар арнайы дұғаларды жаттаңыз. Рамазан дұға айы болғандықтан Құран мен сүннетте келетін дұғаларды жаттай бергеніңіз абзал. Және де ораза ұстауыңызға қарсылық танытатындардың болатындығына дайын болыңыз. Әдетте жанашыр адамдар сіздің денсаулығыңызды, аптап ыстықта қиналатындығыңызды ойлап қарсы келіп жатады. Алайда сіз барынша сабыр сақтап, оразаның қасиеттерін, негізгі мақсатын және оның денсаулыққа тигізер пайдасын оларға жеткізіңіз. Осы айтылған кеңестеріміз кәдеңізге жарасын.